Harun Rashid. Көндердің күнінде Аббасидтер заманында Harun Rashid деген патша болыпты. Ол ислам дініне өте берік жан еді. Түнде құлшылық көп жасайтын, оразаны ұзақ ұстайтын және мал-мүлкінен кедей-кепшіктерге әрдайым садақа беріп отыратын патша еді. Бұған қоса ол мұсылмандарды әділдікпен басқарып, қарсы шапқан дұшпандарға тойтарыс беріп отыратын көреген әскер басшысы да болды. Елді басқару ісінің көптігіне қарамастан ол әр жылы тұрақты түрде Меккеге барып, қажылық жасап тұратын әдеті бар еді. Оның таққа отырған уақыты Аббасидтердің өркендеу шегіне жеткен заман болатын. Ол кезеңде мұсылмандар мен Византия империясы арасында жиі қақтығыстар болып тұратын. Олар бір-біріне қатты жауласқан заман еді. Әрине, Harun Rashid басқарған әскердің көптігі кез келген жаудың үрейге салатын. Осындай патша басқарған соғыстар әрдайым мұсылмандардың жеңісімен аяқталып жатты. Ал жеңіске ұшыраған Византия әскерлері оларды өз қорғандарына алу үшін мұсылмандарға алтыннан салық төлеп отыратын. Бұл біраз уақытқа дейін созылады. Кейін Византия империясына Никифор бірінші патша келіп, ол мұсылмандармен болған барлық қарым-қатынасты жоюға тырысады. Сосын ол қолына қалам алып, Harun Rashidке былай деп хат жазады. Византия империясының жаңа басшысы Никифордан мұсылмандардың әміршісіне хат. Маған дейін болған патша сендерге беріліп, көптеген алтыннан болған қазынаны салық ретінде төлеп келіпті. Мен бұл олардың ақымақтығынан деп санаймын. Енді таққа мен келдім, жағдай өзгерді. Мен сол бұған дейін мұсылмандарға төленген барлық дүниені бізге кері қайтаруыңды талап етемін. Егер бұл талабымды орындамайтын болсаңдар, жерлеріңді басып алып, қасиетті болған қағбаларыңды қиратамын. Көп ұзамай бұл хат Harun Rashidке жетеді. Ол естігеніне сенбей, дереу көмекшісін шақырып, сол хаттың артына қарсы жауап жазуды бұйырады. Осылайша мұсылмандардың әміршісі жаңа параққа жауап хат жазудан бас тартып, оған Никифордың лайықты еместігін алға тартады. Патша болса хатта қысқа әрі нұсқа былай деп жауап береді. Мұсылмандардың әміршісі Харуннан Византиялық күшік Никифорға хат. Сенің хатың маған жетті. Оның жауабын мен саған жазып емес, барып көрсетемін. Осылайша Harun патша ертесіне барлық әскерін жинап көп ұзамай жолға шығады. Ол Никифордың басын алмай қайтпаймын деп өзіне серт береді. Сосын Византия империясына қарасты жерлердің барлығын жаулап, ақырында Никифор орналасқан қалаға басып кіреді. Мұсылмандардың сансыз әскерін көрген византиялықтар біртіндеп беріле бастайды. Олар әдеттегідей салық төлеу үшін бар дүниелерін мұсылмандарға ұсынады. Алайда бұл жолы Harun патша олардан бас тартады. Мұны көрген византиялықтар бейбітшілік пен тыныштықты бұзған Никифорға шағымданып, ақырында халық оның өзін Harun Rashidтің алдына ұстап береді. Никифордан құтылғаннан кейін византиялықтар бұған дейін мұсылмандармен қалай тыныштықта өмір сүрген болса, солай салықтарын төлеп, қайта татулықта бейбіт ғұмыр кеше бастайды. Осылайша мұсылмандардың әмірші Harun Rashid болса, еліне жеңіспен оралып, одан кейін де елді басқарып жаратқан жаббарға үздіксіз құлшылығын жасауды жалғастырып, халықтың көңілінен шыққан патша болып өмір сүре берген екен. Бүгінде өкінішке орай мұндай деректер кейінгі батыстық тарихи кітаптарда кездесе бермейді. Ал мұсылмандардың тарихи әдебиеттерінде мұндай жағдайдың орын алғаны анық жазылған. Расында Салман әл-Фариси исламды қабылдаған ең алғашқы парсылық еді. Шайтан оттан жаралғаны белгілі. Ендеше ол тозақта отқа қалай жанады дейді. Орнымнан тұрып тіке Мұхаммедке барып оны өлтірер едім. Кенет судың бетіне үлкен кит келіп, пайғамбар алейхиссаламды жұтып қояды. Шын мәнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімге сенер сенбесін білмеген еді. Адамның сиыры өліп, мұңайып жатса, ол біз үшін қалай қайырлы болмақ деп долданады. Балам менің қолымнан қысып ұстап, әке, мен сізді қатты жақсы көремін деді. Тілім байланып сөйлей алмай қалдым. Абу Лахаб Мұхаммедке пайғамбарлық келгенде діннің таралуына қарсы шыққандардың ең әуелгісі еді. Көшеде бір қолы толық кесілген кісі адамдарға маған қарап ойланыңдар ей халқым, және ешкімге зұлымдық жасамаңдар деп дауыстап жатады. Пайғамбардың жатқан денесін құшақтап маңдайынан сүйіп, өмірде де өлімде де нендей жақсы адам едіңіз деп өксіп жылайды.